Баршаңызға сәлем. Бүгін үйде бар заттармен ғана дайындалатын, дәмді әрі жұмсақ болып пісетін рогаликтің рецептімен бөлісемін. Ол үшін су, үстіне дрожжи салып, араластырып, тұзымызды салып, қантымызды салып, және де бір жұмыртқамызды, сұйық майымызды салып, араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, ұнымызды аз-аздан салып араластырамыз. Ұнымыз осындай қою бола бастаған кезде барлық ұнды салып жіберіп, пышақтың артқы жағымен осылай қамырды илейміз. Сол кезде қамыр слоеный сияқты болып, жұмсақ болып піседі. Содан соң ұнымызды шашып алып, үстіне қамырымызды салып, жақсылап илейміз да, екіге бөліп, осылай жайып алып, орап шығамыз. Орап шыққаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз.